Үй жағдайында сырок жасаймыз. Ең бастысы дәмді әрі тез. Ол үшін бізге шоколадты микротолқынды пеште ерітіп, силиконды формамызға жағып шығу керек. Жаққаннан кейін 20-30 минут тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе, ұнтақталған қант және де әдемілік шымақ керек. Осы массаны блендермен біркелкі масса болғанға дейін еземіз. Сосын шоколадымызды алып, ішіне салып шығамыз. Видеода бәрі көрсетіліп тұр. Сосын кез келген жеміс салсаңыздар болады. Мен бананды қолдандым. Біркелкі етіп, әдемілеп салып шығамыз. Және де осының ішіне тағы да массамызды саламыз. Қасығымызбен тегістеп шығамыз. Сосын шоколадпен бетін жапсақ болады. Тағы да тоңазытқышқа 30 минутқа саламыз. Міне біздің сырогымыз дайын болды. Өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша сәнде барлесеңіздер болады. Рахмет назарларыңызға.